Bir күні бір 25 жасар жігіт өмірден өтті. 25 жасар жігіт өмірден өткен уақытында шешесі түс көрді. Bir айдан бері баласы қабірде отқа оранып күйіп жатыр дейді. Сонда шешесі қиналғаннан өзінің күйеуіне барады да, отағасы, сізге айтатын бір мәселе бар дейді. Айтыңыз. Bir ай болды. Балам қабірде отқа оранып жатыр. Хатым Құранға оқыдым, тахаджудты үзбедім, дұға қылдым. Баламыздың қабірдегі азабы күшеймесе, азаймай жатыр дейді. Сонда әкесінің де басы иіліп қалды дейді. Отағасы, неге сіздің басыңыз иілді десе, сол түсті бір айдан бері мен де көріп жүрмін ғой дейді. Перзенті 25 жасар бала, ойлаңызшы. Ол завод сала алмайды, арақ шығаратын. Ол шылым заводын сала алмайды. Ол зина жасайтын орындар, конторлар сала алмайды. Ол ештеңе істей алмайды. 25 жасар бала. Қолында дүниесі де жоқ. Бірақ ол қабірдегі отқа оранып жатыр. Неге? Содан бұл ата-ана балаларын жинады да, перзенттері, біріңе іні, біріңе аға, қалай еді перзентіміз пәленше дегенде, барлығы мақтап кетті. Жақсы еді, ауырғанда жағдайды сұрайтын, аман саулығы дұрыс еді дегенде, балаларым, маған өтірік айтпаңдар. Әкесі сөйлеп тұрып, балалар, іні, жаңағы біріңе аға, біріңе іні, бір айдан бері қабірде азапталып жатыр. Сол азапталғаны сонша, біз қанша хатым Құран оқыдық, тахаджуд оқыдық аналарың екеуміз. Оның азабы көбеймесе азайған жоқ дейді. Содан үлкен ағасы тұрады, ата-анасына қарап, ата-анам, рұқсат берсеңіздер, жора жолдастарынан сұрап білейін. Біздің інімізді біз таныған кейпінде басқалар бізден артық таниды ғой. Содан достарына барып сұрағанда, барлығы жаңағыдай мақтады. Әлбетте, бір өмірден өтсе қандай еттесе, сенің жағаңнан ұстап, жаныңды алайын деп тепкілеген болса да не істейсіз? Марқұм жақсы еді ғой деп қоямыз. Өйткені бір жақсылығын еске алып. Содан жаңағылардың бәрі мақтағаннан кейін, ағасы тұрып, мән-жайды достарына түсіндіргеннен кейін, бір досы, түбінде басына тиіпті ғой деп, осылай сөз сөйледі дейді. Ағасы жүгіріп барта жағасынан ұстады. Сен не дедің? Менің інім не істеп қойды дегенде, сіздің ініңіз телефонменен зинақорлардың видеосы жарияланатын, зинақорлардың фото альбомдары жарияланатын бір сайт ашып еді дейді. Енді бұл ақша алып келетін жол болып тұр ғой. Ашып жатқан уақытта намаз оқитын бір жігіт келді де, досымыз еді. Бауырым, бұл күнә болады. Сен бұны қойғын, бұның жасасаң Алланың азабы бар деген еді. Мен дүние тауып жатырмын. Мен осымен ата-анамды бағамын. Менің шаруамда сен ісің болмасын деді, құйрығынан теуіп қуып шықты дейді. Қараңыз, мынау бір затпенен жасалынған іс қабірде, тозақтан бірінші қабірде азабын көрсетіп жатырды. Содан бір хакерге барды. Оны екінің бірі өшіре алмайды екен. Хакерге барып жаңағын өшірткізді дейді. Біздің заманымызда болып жатқан жағдай ағайындар. Содан өшірді де, күллі ағайындар жиналып хатым Құран оқылды. Ондаған хатым Құран оқылды. Тахаджудтар оқылды. Содан дұға қылынды. Bir күні анасы түс көрді, бір аптаның ішінде. Қараса баласының қабіріндегі от тоқтады дейді. Баласы көзі мұңайып тұрып, анажан, әкежан, мені кешіріңіздер деп қалды дейді. Құрметті жақсылар, ұялы телефон, компьютер, интернет сақ болайық. Ең жақсы интернет бар Құран. Оның сеті еш жерде өшпейді. Ол сетпенен тек Аллахпен байланасыз. Ағайындар, ұялы телефон бір жерде ұстаса, бір жерде ұстамайды. Бұған заряд керек болады. Біз өзімізді ұялы телефонда болайық. Біздің зариятымыз Құран болсын. Біздің сетіміз Аллахты мақтау болсын. Көбірек құлшылық ибадатта болайық. Аллах Тағала сізбен берекет берсін, хайырлы ақибет берсін. Аллах Субхану Тағала сізбенен біздердің ұрпақтарымыздың тәлімді тәрбиелі болуын нәсіп қылсын. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.